Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен түрлі түстерге қатысты қызықты тәжірибе жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі 3 стаканға құйылған су, міне бізде 1 стакан, 2 стакан, 3 стаканға құйылған су бар. Сутегі асқын тотығы, йод, калий перманганаты, бұны медицинада пайдаланады, крахмал және қасық керек болады. Тәжірибемізді бастайық. Бірінші стакандағы суды аламыз. Оған 4-5 тамшы йод тамшысын құямыз. Қандай түс шықты? Алдияр, айта қойшы, қандай түс шықты? Қызғылт түс шықты, е? Екінші стаканымызға крахмалдың 1 қасығын саламыз. Алдияр, 1 қасық крахмал салдық. Енді сен араластыра қой. Жақсылап араластыр. Мен ұстап отырайын, сен жақсылап араластыр. Жақсылап араластырды. Қандай түс шықты? Қандай түс шықты? Ақ түс шықты, е? Ақ түс шықты. Үшінші стаканымызға калий перманганатын саламыз. Кішкене ғана калий перманганатын саламыз. Судың түсі қандай болды? Күлгін түсті болды, е? Міне, бізде 3 түрлі суымыз 3 түрлі түске боялды, е? Енді 3-ші стакан суымызға калий перманганатынан саламыз. Судың түсі қандай болды? Судың түсі күлгін түске боялды, да? Міне, судың түсі күлгін түске боялды. Балалар, екінші тәжірибемізге көшейік. Екінші тәжірибемізде калий перманганаты қосылған суға сірке қышқылынан құямыз. Оның үстіне сутегі асқын тотығын тамызамыз. 5-6 тамшы сутегі асқын тотығын тамызамыз. Судың түсі жоғалып, қайтадан мөлдір түске айналды, да? Міне, судың тәжірибеміз аяқталды. Сау болыңыздар.